Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді ганфан тағамын дайындайтын боламыз. Алдымен етті осылай шұға етіп турап аласыздар. Тәтті болгар бұрышын осылай төртбұрышты етіп турап аламыз. Мен тек 2 адамға ғана арнап дайындап жатырмын. Сіздер адам санына қарай ингредиенттерін көбейтіп дайындайсыздар. Пиязды тураймыз. Сәбізді осылай жіңішке етіп турап аламыз. Енді тамағымызды бастаймыз. Осылай қызып тұрған майға етімізді салып қуырамыз. Үстінен соя соусын құйып араластырып, пияз және сарымсақты салып араластырып аламыз. Үстінен тәтті болгар бұрышын салып араластырамыз. Сәбізді салып, томат салып араластырамыз. Су құйып, тұз бұрышын салып, 30-40 минутқа бетін жауып пісіреміз. Еті барлығы піскеннен кейін қиярды солонка етіп турап, үстінен салып, 2 минутқа бетін жауып қоямыз. Қиярымыз езіліп кетпеуі қажет. Көп қайнатпаңыздар. Гарнирге күрішті пісіріп қойдым. Енді тарелкамызға тамағымызды саламыз. Осылай күрішті кесеге салып, формасын келтіріп аламыз. Үстінен подливын саламыз. Міне тамағымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.